ұйықтағанда, қорылдағанда енді ана келесі бөлмедегі адам ұйықтай алмайды. Қайратпен бір бөлмеде жату мүмкін емес. Оның қасына ұйқысы қатты адамның өзі оянып кетеді. Кәдімгі концерттің кезінде де, мысалы, гримеркінің өзінде бүйтеді де, қанша уақыт бар, бір 10 минут бар екен ғой, ұйықтап алайыншы дейді да. Ондай адам бірінші рет көрдім шыны керек. Бүйтеді де, мен басында өтірік істеп жатқан шығар деп ойлайтын. Түбінде. Өтірік істеп жатқан шығар деп ойлайтын. Шынымен ұйықтап қалады. Дөңбекшіп жата алмайсың ғой, 20-30 минут. Ол кәдімгі бүйтеді де, еще қорылдаған кезде, қорылдағанда кәдімгі бар ғой, шошып кетесің, басында түсінбейтінбіз ғой алғаш келген кезде. Содан сырттан келген әншілер нелер айтады, мен қорылғандай жаман, анау екінші күні бізбен бір әнші сұрап жатыр. Қайрат, бәрі ештеңе емес, ладно ғой, сенің қасында жататын бақыт келін қалай ұйықтайды дейді. Үйреніп қалған ғой ол дейді. Мен үйде болмасам ұйықтай алмайды, пылесос қосып ұйықтайды дейді ғой. Сіз білесіз ба? Тез ұйықтап кететін адамдар өте ұзақ өмір сүреді. Солай ма? Екен. Баяғыда Қайраттың ұйқысына қарағанда примерно 380 жылдай ма бір өмір сүретін сияқты ғой примерно. үй жақта қарғаны жерлейтін сияқтымын ғой. Жалпы Сіздің осындай бір нелеріңізді айтып жатқанда көңіліңізге келмей ма? жоқ, келмейді енді, ол барлығы рас болған зат қой. Баяғыда Семейде гастроль жүрміз, Саят ағамыз, Саят Медеу ағамыз да қатты сөйлейді ғой негізі. Семейде ұйықтап жатырмын ғой дейді. Десем, Саят аға маған қарап, мына тәңірет ауаны Атыраудан сорып жатыр ма? Неменеге сонша қорылдап жатыр деп. Семейде гастрольде жүрміз ғой. Қайрат, анандайда Қыдеке, шынымен де андай сорады. Үзіп кетеді деп ойлайды. Соны Саят Медеу ағамыз қарап тұрып, мынау ауаны Атыраудан сорып жатыр ма? Бақыт! Негізі жақсы адамды жаймен біз басқаша көрсетіп жатқан жоқпыз. Мынау айтылып жатқан әңгіменің бәрі рас па? Рас. Жоқ, аппараттың түбінде ұйықтап жатқан кезде сахнаға шығарып жіберіп, Қайрат, айтшы. Соған қарағанда менің ұйқым қатты болып тұр ғой. Менікінен де қатты ма? Мен вообще естімеймін мысалы. Жігер, қанша жыл бойы біз 17 жыл бойы біргеміз ғой. Шебер Алла. Біз үйренген адамдар бар, болса ба? Бірақ енді қорылдаған естідің ғой, күндіз ұйықтайтын шығар енді. Жоқ, қатты қорылдайды. Енді кейде мұрнын жабам. Өзім бір себебін тапқым келеді ғой жаңа. Бұл неден деп ше? Зерттейсің ба? Неден екен бұл деп, мына дыбыс қайдан шығылады деп. Сөйте ұйықтап білмейдім. Мұрын жабам, аузын жауып қоям. Неден бұл пайда болды деп. Өткені біз жаңағы неге де бардық, лорға да бардық қой. Операциялар жатыр, ой, енді қорылдамайтын шығар деп. Дым, жаңа нәтиже бермейді ғой. 1 ай жарым қорылдамадым, одан кейін қайтадан бастадым ғой. Жоқ, Қайрат. 2 есе. Қайрат, ана операция жасатып келдің ғой, андай шеміршек майысып кетті деп. Гастрольге келді, мен енді операция жасатып келдім, күшті болды деп. Қасында постоянно медет жатады. Таңертең тұрып тұрсен новыйын салып алғансың ба дейді. Одан сайын қатты қорылдады ғой, сен новыйын салып алғансың ба дейді. Ол операцияны мен жасамайтын едім. Неге? Тал түсте баламды футболға алып баратырмын. Әл-Фарабидің бойында келатырмын. Тал түсте түскі 1 ғой. Баламды алып баратырмын футболға. Тал түсте 1-де Әл-Фарабидің бойында ұйықтап кеткен ғой мен. Ұйықтап кеткен қорылдап. Мұн жақтан машина қаққан кезде барып, есімді жидым ғой соғысқан кезде. Сол кезде балам айтам ғой, балам мен ұйықтап жатқанын көріп тұрсың, неге оятпайсың десем, папа сен көзің ашық болды ғой дейді да сол кезде. Сөйтіп барып, мұрныма операция жасавадым ғой. Мұрныма операция жасаттым. Сөйтіп отырып, 1 ай жарымдай тынышталып едім, қайтадан қорылдап кеттім. Сонымен сол шығар деп ойлаймын, бірдеңесі болар енді. Бірақ мені бәрі қорқатыны өткен, өліп қалама деп қорқат. Мен қорылдайым да, деймін да, жоғалып кетем ғой. 5 минутқа жоғалып кетем. Үні шықпай қалады жаңағыдай. Бұлар бәрі өлекке жүріп кететін шығар деп. Соны күтіп жүр мына бақыт десем.